Ұлы жаратушы адам бойына ақыл ой, парасатпен бірге ұлы сезім, махаббатты да сыйға тартқан. Егер махаббат болмаса, дүниені көңілсіздік билеп, адамдар жауыздық жетегіне еріп, азып тозып кетер еді. Осы ұлы сезім махаббаттың атын жамылып, оның таза табиғатына кір түсіретін пенделер де көп. Махаббаттың нағыз түрі біреу, ал жалған түрі мыңдап саналады депті ұлылар. Қазақ арасында мынадай бір қызық аңыз бар. 7 ғашықтың бірі Ләйлі Мәжнүнді бәріміз білеміз. Мәжнүн байдың баласы екен. Бірақ ол кедейдің қызы Ләйліге ғашық боп, үйленуге рұқсат болмағандықтан ел кезіп, ес ауытқып жүрген. Бірде Мәжнүн қара жолмен келе жатса, жол жиегінде жай намазын жайып, бір ақсақал намаз оқып отырыпты. Мұны аңдамаған Мәжнүн қасынан өтіп кете береді. Намазын оқып болған шал ұзай берген жігітті бөгеп: «Ей Мәжнүн, текті жердің баласы едің, көргенсіз болып кетіпсің-ау. Менің намаз оқып болғанымды күте тұрып, қол беріп амандассаң болмас пе еді? Сәлем Құдайдың алдындағы бір парыз емес пе?» деп төкпелеп. Сонда Мәжнүн: «Мен Ләйліні сүйген жанмын. Көз алдымда Ләйлі ғана тұр, одан басқаны көрмеймін. Сізді де көрмей өтіп барам. Ал сіз Құдайды сүйіп отырып, мені қалай көріп қалдыңыз?» депті. Осы сөзге абайлап қараған адам шын махаббаттың мәнін ұға түседі. Әлгі шалдікі де Аллаға деген құлшылықтың жалған түрі емес пе, жалған махаббат секілді. 18 ғасырда өмір сүрген Дидро деген ұлы адам болған. Оны қоғамдағы озық ойлар үшін түрмеге де қамаған. Сол кісі Софи деген қызға ғашық екен. Олардың бүгінде бір-біріне жазған 550-ден астам хаты сақтаулы дейді. Сол кездері ол кешкілік түрмеден шығып, Софимен түнгі сейіл құрып, ертемен түрмеге өзі қайтып келеді екен. Сонда түрме қарауылдары да олардың шын махаббатын қадірлеп, ғашықтардың кездесуіне жағдай жасаған. Тағдыр тәлкегімен Софи қаза табады. Мұны естіген Дидро да құсадан өлген. Үйленіп, тұрмыс құрған соң махаббат сезімі көмескі тартады. Ол енді тұрмыс, өмір сүру сезіміне ауысады деген пікірлер бар. Бұл қаншалықты рас? Мысалы, 18 жасында сүйгеніне қосылған Гегель өлгенше сол сезімін жоғалтпаған. Мұны тарихтан білдік. Махаббат сезімі өлгенде де жоғалмайды дейді. Қозы көрпеш баяндай бір молада өлсем-ау дейтін өлең бекер айтылама. Тағы бір тарихтан білгеніміз бар. Ұлы ойшыл Лев Толстой өзі сүйген әйелді өз сезімін түсінбегені үшін мені жерлегенде ол моламның басына келмесін деп аманат айтқан. Себебі Толстой өзінің ұлы сезімін аяққа басқан әйелді кешіре алмаған. Ақындардың ең керемет өлеңдері махаббат тақырыбында жазылған. Суретшілердің де ең қымбат суреттері махаббат бейнесін жасаған. Тіпті ұлы құрылыстар да махаббатқа арналып бой көтерген ғой. Бір ғана Тәж-Махалдың өзі мұны дәлелдейді. Үндістанның ғана емес, шығыс архитектурасының шамшырағы болған бұл ескерткішті ұлы патша өзінің сүйген жарына арнап салған. Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар деп Дана Абай неге айтқан? Қазіргі кезеңде шынайы махаббатты бейнелейтін көркем дүниелер аз. Мысалы, кинолардың көбі
жауыздықты, байлықты, қылмысты көрсетеді. Жақсы кітаптар да тапшы. Кеудесінде шын махаббат сезімі бар адам тек қана ізгілік жолында болады дейді тағы да ұлылар сөзіне құлақ түрсек. Ендеше біздің өнер, біздің идеология махаббат тақырыбын барынша тереңдеп, көптеп көрсете білу керек. Бұл біздер үшін, жастар үшін қажет. Ал махаббаттың өзі бір ғана тармақтан тұрмайды. Анаға, әкеге, отанға, туған жерге, өнерге, білімге, досқа деген махаббат ше. Мұның бәрі де ұлы сезімді ардақтаған адамға жақын. Абайдың «Алланы сүй» дейтін сөзіне осының бәрі кіреді.